Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мясной пирог пісіреміз. Өте дәмді, тойымды болып шығады. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен қызып тұрған майымызға фаршымызды ұсақтап туралған жуамызды қуырамыз. Одан кейін үстіне картошкамызды, капустамызды, сәбізімізді салып, тұз бұрышымызды саламыз да 10 минут бұқтырып, қуырып алып, суытып қоямыз. Одан кейін нанымызды илейміз, ұнымызға разрыхлитель саламыз, ерітілген сары май саламыз, қаймақ, жұмыртқа салып, жұмсақ қамыр илейміз де, оны тоңазытқышқа жарты сағатқа тындырып қоямыз. Қамырымызды екі бөлікке бөліп шығамыз. Астыңғы бөлігін сәл үлкендеу қыламыз да, осылай жұқалау етіп жайып, противеньге орналастырамыз. Осының бетіне жаңағы суып тұрған салмамызды осылай орналастырып, жайып шығамыз. Шеттерін сәл 5 сантиметрдей алып қаламыз. Екінші қамырымызды жұқалау етіп жайып, осылай бетіне қоямыз да, шеттерін жабыстырып, әдемілеп өріп шығамыз. Бетіне бір жұмыртқаны осылай жағып шығамыз. Сосын 150 градус қызып тұрған пеште 40 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Өте тойымды, дәмді пирог болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.